Ассаламу алейкум. Білесіздер ма? Мынау төмендегі видеоны көрсеңіздер, әдемі балық, иә? Алланың құдіреті шексіз ғой. Аллах тағала барлығымызға жәннатты нәсіп етсін. Жәннатта біз көрмеген, естімеген, білмеген нәрселер өте көп. Және де бір видеоны сілтемесін қойып кеттім. Жәннатты аралап қайтайық деген, соны көрсеңіз болады. Әрекет бізден, берекет Алладан. Менің енді бір балықты көріп бір жүрегімнің түбінде бір арманым бар да, бірақ ол қияметте иншаллах жәннатқа барғаннан кейін де Алла нәсіп етсе болады иншаллах. Мен осы судың астында не бар, соның бәрін көргім келеді да. Сондай арманым бар. Представляете? Ояға сұрауға барған кезінде Аллах тағала барлық нәрселерді қабыл қылады дейді ғой. Сұраған нәрсені Аллах тағала береді дейді. Обязательно. Сондықтан осы өмірде сұрап алыңыздар иншаллах. Бұл өмірде болмаса ол дүниеде Аллах тағала қайтарып береді. Одан кейін білесіздер ма? Жәннатта бір үлкен ат болады дейді, жылқы ше. Сол жылқыға отырған кезде дейді, мына көзінің ұшы қаяққа дейін жетіп тұр, сол жерге дейін бір аттаған кезде сөйтіп барады дейді. Үлкен дейді да. Мен мысалға бір өзіміз сказка көріп сүтіне қаламыз, мысалы қанаты бар жылқы ше, мысалға. Сол қанаты бар жылқымен ұшып жүргім келеді ғой, бәрінің арманы ғой. Айнұр Артбайқызы мына жерде қиялдап отыр демеңіздер. Қиял, арман ол жәннатта қабыл болады. Сіздер сұрасаңыздар, ол міндетті түрде қабыл болады. Түсінесіздер ма? Сондықтан армандап алыңыздар ол жерде. Мен осы көшеге шыққан кезімде, машинаға отырған кезімде ойлаймын да, қалай кетемін мен, дәретпен кетсем екен, кәлимамен кетсем екен деп үнемі Аллахтан сұраймын да. Ішінен кейде ойлаймын, бір қиналып кететін кездер болады ғой, бәрімізде сондай болады. Мен бүгін ағынан жарылып отырмын, тыңдаңыздар. Сол кезде Аллах тағала мен егер жәннаттық болсам, қазір алып кетші мен деп сұраймын Аллах тағаладан. Бірақ бәрібір қорқасың, қабірдің азабы бар, барлығынан сұранасың, ысырап қылсаң одан сұранасың. Біз как будто бір спокойно бір өмір сүріп жатқан сияқты болып жүреміз да, на самом деле. Аллах тағала біздің періштелер, екі періште бір минуттан жібермей барлығын жазып отыр да, түсінесіздер ме? Барлығын жазып отыр. Сондықтан кейде осы өмірде қимай кететін кездерім болады, кейде бұл өмірден шаршап кетіп, жәннатты армандаған кезінде, бұл өмірдегінің барлығы сынақ қой, шыдайсың ғой деп ойлайсың да. Барлық адам баласының сынақтар болады ғой. Мен бұл видеоны түсіріп жатқан себебім біріншіден ішім ақтарылып, жәннатты армандап, жәннатты сағынып отырған жайым бар. Және де біз ойламаған кереметтіктер, ойымызға кіріп шықпайтын, ойлай алмайтын нәрселер ол жерде көп та. Ол жерде қарыз, кредит деген нәрсе жоқ. Барлығы бір жаста болады дейді. Мысалға менің өзімнің әкем қайтып кеткен, мысалы мен 9 жас кезімде мысалы соны көргім келеді. Анам барлығы сол жерде бақытты болса, бауырларымда сол жерде барлығымыз бірге болсақ. Подругаларым бар, жәннаттық подругам, Кореяда бір подругам бар. Вообще комментарий жазып көпіңіз. Ол айтады, менің ақыреттік жәннаттық подругам деп ше. Иншаллах, жәннатта сол подруга болайық. Барлығымыз бірге армандайық жәннатта. Ол болатын нәрсе. Біз тек қана бұл өмірде әрекет қылсақ болды. Ол жерге кредит алып, жұмыс істеп, очко жинау емес. Бұл жерге тек қана әрекеттенсеңіздер, берекетті Аллах тағала міндетті түрде береді. Одан кейін көтере алмай жүрген әйелдер 2 сағат сені туады дейді ол жерде. Жүресіз баққа өреміз. Бұл өмірдегідей болмайды ол жерде, түсінесіз ме? Сұлу боласыз. Хор қыздар да болады, күйеулеріміздің. Ол жерде қызғаныш, ревность деген, көреалмаушылық деген болмайды. Таза,
керемет. Жаннаттың ашин барып атасының өзіне сен 25 жылың примерно айтып адам бүйтіп қарағып әшейін 25 жылың өзі өтіп кетеді дегендей қылып бір видеода естігенмін. Сонда таң қалған өзіне пәлен жыл өтіп кетеді да. Содан кейін ля иляха иллалла деп жазылып тұр, мысалы алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед расулалла деп, алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деп, мысалы жаннатта. Сондықтан қыздар жаннатта армандамай әрекет жасап армандайық иншалла. Барлығы қабыл болады. Комментарий жазып кетіңіздер, кімнің қандай арманы бар, сіз орындалмайды деген сол армандарыңыздың барлығын комментарийде жазып кетіңіздер. Бір іштеңізден шығарып мен сияқты.